8 сынып 1 нұсқа кестеде мектептегі оқушылардың жастары туралы мәлімет берілген. Кестені пайдаланып мәліметтерді гистограммамен белгілеңіз дейді. Енді біз гистограмма деген сөзіміз сызба түрінде берілген, иә? Сызамыз пайдаланып. Бізде балалардың жасы 7-ден басталады да 19-дан аяқталады. Сонда біріншісінде мен 7 мен 9, кейін 11, тақсандар екен, 13, 15, 17 және 19. Мына X өсінде бізде балалардың жасы бейнеленген жасы, ал Y өсінде балалардың саны. Енді бізде ең кіші сан кесте бойынша 80 деп тұр. Сонда мен шамамен 40 деп бастаймын. 80, 120, 40-қа қосып кетемін. Келесі 160, одан кейін 40-ты қоссақ 200, 240 және 280 болады. Енді қараңыздар, бірінші 7 мен 9 жас аралығында 250 деп тұр. Ол деген сөзіміз 240-тан сәл шамалы асады деген сөз. Міне мына мен, мына аралық. Бізде осы екі аралығымыз бірінші гистограмма. Екіншісі 9 бен 11 жас аралығы 290 дейді. Ол бізде 180-нен шамалы асып тұр деген сөз. Келесі 220 дейді. 11 мен 13 аралығы. Ол деген сөзіміз 220, міне, мына қа ортасы. 13 пен 15 жас аралығы 210. Мына жерден шамалы асады. Келесі 15 пен 17 260. 140-тан асады, 280-ге жетпейді деген сөз. Келесі 17 мен 19 жас аралығында 80. 80 деген сөзіміз мына жер. Сонда біздің гистограммамыз осылай болады. Сіздер линейкамен сызыңыздар. Екінші есеп, кестеде магазиндегі 85 клиенттің кезекке тұру және күту ұзақтығы зерттелді дейді. Төменде күту ұзақтықтары кестені толтырыңыз дейді. Бірінші 0 мен 60 секунд аралы, 60 пен 120 секунд, одан кейін 120 мен 180, 180 мен 240, 240 пен 300 секунд аралығында. Енді біздегі бірінші жиілік. Сонда біріншісі бізде, как всегда, бірдей болады. 9-да 9 болады. Енді екінші жиілікпен жинақталған жиілік болып тұр, иә? Енді қараңыздар. Мына жерде біз біріншісі 9 жаздық. Енді мына 9 мен 14-тің қосындысы бізде нешені береді? 23-ті береді. Сонда екеуі 23-ке тең. Келесі, біз мына 23-ке қандай санды қосақ 38 шығады. Сонда 38-ден 23-ті азайтсақ бізде 15. Сонда мына екі санның қосындысы мына жерде жазылады. Келесі, 59-дан 38-ді азайтсақ бізде 21 болады. Сонда мына 38 бен 21-дің қосындысы 59-ді береді. 59-ға 26-ны қосамыз. Сонда екеуі бізде 70-85-ті береді. Сонда біздің бастапқы клиентіміз шығып тұр. Магазиндегі 85 клиент деп тұр. Сонда мына кестеміз дұрыс болды деген сөз. Бізде үшінші есеп, кестеде сыныптағы 24 оқушының бақылау жұмысында берілген 5 тапсырманың қаншасын орындағандығы туралы көрсетілген. Енді бірінші бағанамыз бақылау жұмысындағы тапсырмалардың саны, кейін екіншісі оқушылардың саны. Сонда 5 тапсырманы 3 оқушы орындаған, 4 тапсырманы 8 оқушы, 4-ші тапсырманы 3-ші тапсырманы 3 тапсырманы 5 оқушы,
ал 4 оқушы 2 тапсырма, 2 оқушы 1 тапсырма, ал 2 оқушы мүлде тапсырма орындамапты. Егер стандартты ауытқуы 1/5-тен кіші болса, онда қалыпты жағдай болып саналады. Кестеде берілгендерді пайдаланып табыңыз дейді. Дисперсияны, стандартты ауытқуды кестеде берілген жағдай қалыпты бола ма дейді. Енді бізде дисперсия дегеніміз, міне, бізде дисперсия деген сөзіміз арифметикалық орта мәнінің квадратынан арифметикалық ортасына азайтқанға тең болады. Сонда біздегі бірінші арифметикалық ортаның мәнін тауып аламыз. Ол деген сөзіміз, мына жерде берілген тапсырмаларды квадраттап оқушы санына көбейтеміз. Сонда 5-тің квадраты көбейтілген 3, 4-тің квадраты көбейтілген 8, 3-тің квадраты көбейтілген 5, 2-нің квадраты көбейтілген 4, 1-дің квадраты көбейтілген 2, 0-дің квадраты көбейтілген 2-ні береді. Ал бөлшектің бөлімінде бізде жалпы оқушылар нешеу болды? Соны есептейміз. Сонда қараңыздар. Біздегі оқушылар жалпы қосындысы 2-ін қосақ 11, 16, 20, 24. Сонда жалпы оқушы санына бөлеміз 24-ке. Енді 5-тің квадраты 25, 3-ке көбейтсек 75, 4-тің квадраты 16, 8-ге көбейтсек 128, 3-тің квадраты 9, 5-ке көбейтсек 45, 2-нің квадраты 4, 4-ке көбейтсек 16, 1-дің квадраты 1, 2-ге көбейтсек 2, 0-дің квадраты 0, кез келген санға көбейтсек 0 болады. Сонда жазбадым. Қосындысы 266 шықты, 24-ке бөлсек жуықтап алғанда 11 шығады. Енді келесі арифметикалық ортасын. Арифметикалық орта сол берілген тапсырманы, яғни мына тапсырманы оқушы санына көбейтіп, барлығын қосып, оқушылар санына бөлгенге тең. Барлығын есептедік. 5 көбейтілген 3 15-ті береді, 4 көбейтілген 8 32-ні береді, 3 көбейтілген 5 15-ті, 4 көбейтілген 2 көбейтілген 4 8-ді, 1 көбейтілген 2 2-ні береді, 0 көбейтілген 2 0-ді береді. Сонда бөлген кезде арифметикалық ортасы жалпы 3 тапсырмадан орындаған деген. Енді сонда келесі бізде формулаға қоятын кезде квадраты керек. Бізде 3 шықты. 3 тапсырма арифметикалық ортасы, сонда квадраты 9-ға тең. Енді формулаға қойған кезде бірінші санымыз 11 шықты жуықтап алғанда, сонда 9-дан азайтсақ 2, яғни дисперсиямыз бізде 2-ге тең. Стандарт ауытқуды табу үшін дисперсияны түбірдің астынан шығарамыз. Сонда 2-ден түбір асты бізде жуықтап алғанда 1,4 шығады. Бізде сұрап тұр, кестеде берілген жағдай қалыпты ма дейді. Егер 1,5-тен кіші болса, онда ол бізде қалыпты жағдай болады. Ал 1,5-тен үлкен болса, ол қалыпсыз болады. Қалыпты емес болады. Сонда бізде 1,4 шықты ғой енді дисперсиямыз. Ол 1,5-тен кіші. Сонда бұл жағдай бізде қалыпты жағдай болып есептелінеді.